Жылқыда қыздың сұлулығы жігіттің намысы болады. Қазақтарға тән ұят, батылдық, тазалық деген болады. Жылқы қазаққа ұқсайды. Жылқы ешқашан өзінің қызына немесе туыс ұрғашыларға артылмайды. Бұл қазаққа тән қасиет. Тіпті қазақтар өз ұруласынан қыз алмайды. Жылқының еркек малы намысты болады. Үйірдегі биесі басқа айғырмен ойнас жасап, одан құлын тапса, биені де, құлынды да шайнап, тепкілеп мына дүниеден жояды. Бірақ биеге сенім жоқ. Ол есекпен де ойнас болады. Сондықтан айғыр қатты бақылауда ұстайды. Жылқының еркегі өз үйірін жыртқы шаңдарға немесе ұрыларға алдыртпайды. Жылқының еркегі де, ұрғашысы да өз баласы үшін жыртқы шаңдармен күресіп өлуге дайын. Жылқылар өте тазалықты сақтап тазайын болады. Олар лас жерде жатпайды, лас шөптерді жемейді, далада ең тазасын іздеп жүріп жейді. Қазақтан басқа көптеген ұлттарды қарасаң, өзінің туысымен ойнас жасайды, әсіресе шошқа жейтін қауымдар. Қазақтар сияқты тазайын басқа ұлттардың өмірін қарасаң, ыдысты және тамақ жегенде қолын жумайды. Лас, шіріндімен қоректенетін шошқа, ит, мысықтың етін жейді. Жылқы сонау сақ, ғұн заманнан әрі 6-7 мың жылдан бері қазақпен бірге болып келе жатыр.